баласы Аллахтың жолына әрқандай нәрсемен түседі. Біреу қажылыққа барғаннан кейін иманы күшейіп намазын бастайды. Біреу тағы бір себептермен, ал енді біреу осы ораза айында ораза ұстауменен иманы күшейіп намазға жығылады. Сондықтан жақындарымызды, мейлі намаз оқымай жүрген болсын, туыстарымызды осы оразаның нығметін түсіндіру керек. Оларға бұйырмау керек. Сен ұстасаң да ұстайсың, ұстамасаң да ұстайсың оразаны. Егер ұстамасаң кәпірсің деп айтуға болмайды. Оразаның нығметін түсіндіру керек, жеткізе білу керек. Және сен намаз оқымайсың, сенің оразаң қабыл емес деп әсте айтуға болмайды. Өйткені ол бүгін ораза ұстаса, ертең намаз оқиды. Осы ораза айларында біз қандай да бір амал істесек, біліп білмей істеген қандай да бір күнәларымыз болса, Аллахтан истиғфар сұрап, кешірім сұрап тәубе етуіміз керек. Тәубаның белгілеп қойған уақыты жоқ, тәубаның белгілеп қойған адам баласына жасы жоқ. Мейлі жас болыңыз, мейлі қарт болыңыз, сіз шынайы тәуба етсеңіз, Аллах Тағала тәубаңызды қабыл етеді. Сондықтан осы Рамазан келе жатыр, біз Аллах Тағалаға бірінші тәуба етуіміз керек.